Бақылаудың бір түрі графикалық бақылау. Сабақты бақылаған кезде жазу сызу қиындық келтіретіні белгілі. Осы ретте графикалық бақылау түрін айтқым келеді. Ең алғаш Кембридж тренерлерінен үйренген графикалық бақылауды өз тәжірибемізде қолданамыз. Сіздерге көрсетіп отырған өз тәжірибеміздегі графикалық бақылау түрі. Графикалық бақылаудың мақсаты мұғалім мен оқушының арасындағы байланысты бақылау. Графикалық бақылаудың маңыздылығы мынадай болды. Нәтижесінде мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы жақсарды. Оқушылардың өзара қарым-қатынасы оң нәтиже берді. Оқушылардың жауап берудегі жиілігі байқалды. Әсіресе назардан тыс оқшау қалған, жауап бермеген оқушыларды байқау біз үшін өте тиімді болды. Сонымен қатар оқушылар еркін сөйлеуге, ойын жүйелі айтуға дағдыланды. Графикалық бақылау тиімді әдіс.